және сіздер iPlus каналының жаңа шоуында IQ Battle'дасыздар. Бұл жерге келген қонақтарымыз 3 кезеңнен тұратын ойында өздерінің білімін сынайтын болады. Ендеше келген қонақтарымызбен таныса отырайық. 11-ші сынып оқушысы Шолпан және де 107 000 оқырманы бар блогер Жанель. Қалайсыздар? Жалпы бүгінгі ойынға настройларыңыз қалай? Нормально, кайф. Кім жеңеді деп ойлайсыздар? Апай. Я десең. Ендеше кеттік. Жалпы ойын 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде жасанды интеллектті қолданып 5 тұлғаның суретін көрсететін боламыз. Бұл жерде қатысушылар осы тұлғалардың кім екенін анықтау керек. Екінші кезеңде біз ұбт-ға байланысты 10 сұрақ қоятын боламыз. Және үшінші кезең, бұл жерде iPlus-тың маскоты, яғни тиынымыз сахнаға 5 неше түрлі заттарды көрсететін болады. Бұл жерде ассоциациясын табу керек болады. Осы ойынның басты шарттарының бірі ол сіздердің алдыларыңызда тұрған жасыл түйме. Әр сұраққа жауап берер алдында осы түймені басып отыру қажет. Ендеше кеттік. Бірінші раунд. Осы суретте кім бейнеленген? Бұл жасанды интеллектті қолданып жасалған нәрсе. Уже білесіз бе? Аристотель? Жоқ, дұрыс емес. Бірақ жақын. Геродот. Правильно, Геродот. Тарихтың атасы. Мен оны көз обожаю просто. Наполеон? Наполеон. Правильно. Мария Антуанетта. Нет. Но... Мария Кровавая, сол емес па? Нет. Кішкене жақын. Елизавета первая. Правильно. Елизавета первая. Ну, знакомое одновременно лицо, но одновременно... Давайте подсказку в студию. 1452 жылы дүниеге келген тұлғаның бірі. 1452. Это о многом говорит на самом деле. Колумб? Жоқ. Сурет саған жақсы көретін кісі. Да Винчи. Правильно. С первой подсказкой. Күшті. И келесі, соңғысы. Ой, Бұны бай. енді тауып көрсетеді. Ван Гог. Правильно. Висент Ван Гог. Ван Гог. Есеп бізде 3-2, бұл кезеңде Шолпан ұтты. Келесі кезеңге өтейік. Бұл екінші кезеңде біз 10 сұрақ, ұбт-ға байланысты сұрақтар қоятын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Каспий теңізінің ең терең жері. Мен негізі география емес өзім деп па? География. 1616? Нет. 1026. 5. 25. 1025. Тәжікстанның ұлттық валютасы. Сом артында 3 әріп дейді. Давайте сол сөзге жақын бір нәрсе айтайын. Давайте. Ант. Ант? Сол ант. Соман. Бір буквасын тапсаңыздар. Соман. Соман. На. Соман. Соман. Дұрыс жауабы сомани. Ой. Жеңіл, серпінді және игілгіш металл. Алтын. Жоқ. Так. Пластик. Алюминий. Правильно, алюминий. Күшті. Ұйқы безінен бөлінетін гормон. Секреция дейді. Ұйқы безі. Это... Нет. Мелатонин. Жүрегіміз ауырып, не болып атады ғой? Приступ болып атады ғой? Инсулин. Правильно, инсулин. Сталиннің лақап аты. Дон, литр, коба, терек. Коба, правильно. Почему коба? Прикольно. КСРО-ның 3 мәрте батыры. Ұшқыш. Тоқтар Әубәкіров. Жоқ. Тоқтар Әубәкіров. Ұшқыш как... Не емес па? Соғысқа қатысып. Каджи бір нәрсе. Абай жолы романын жазған. Мұхтар Әуезов. Правильно, дұрыс. Жеке тұлға азаматтық құқық қабілетіне ие болады қашан? Өскенде. Азамат туыла сала. Правильно. Басу керек қой. Ой, туыла сала. Қараңғы бөлмеде майшам мен керосин лампасы бар. Бірінші мен жаға. Спичка. Правильно. Қазақстанның миллионер қалалары. Алматы. Астана. Шымкент. Правильно. Сомневаться етіп жауап беріп тұр ғой. Есеп 9-5. Бұл сайыста біздің оқушымыз Шолпан жеңіп жатыр. Үшінші кезеңде өздеріңіз білетіндей iPlus-тың маскоты, яғни тиынымыз келіп, 5 неше түрлі заттарды көрсететін болады. Бұл жерде біздің қатысушыларымыз ассоциациясын табу керек болады.
Ойын соңында жеңіске жеткен қатысушы жеңілген қатысушыға өзінің тілегін айтатын болады. Ендеше кеттік. Так, барлықтарыңыздың назарыңыз белочкамызда. Привет. Ендеше қолындағы затына назар аударайық. Қазақстанның туы екен. 1990. Жоқ. Түф туынақтарымды ұмытып қалмадым. Так, Шакен Қамыр. жоқ. Жоқ. Шакен. Вы не сдаетесь, Шолпан? Шакенти, который блогер. Ендеше дұрыс жауабын айтайын. Шакен Ниязбек. Точно! Вот это вот. Ужас. На языке так стояло. Айтпаш. Белкаға Ручка? назарымызды аударайық. Қаламсап, ручка. Ручка. Ага. Жазушыларға может появится. Қаламды кім ойлап жатыр ені? Мен де білмеймін. Джон Лоу. Дұрыс жауабы Джон Лоу. Возможно, бұрын физикадан көргем, но не помню. Опа, это что? Эдисон. Сол ма? Правильно, это лампочка, это был Эдисон. Так, алдыларыңызда дүниежүзілік карта. Қалай Колумб? ойлайсыздар? Географияның атасы кім болып келеді? Конспекты. Жастайдың конспекті. Ну, я просто Сіз помню. орны есінде, бірақ қай жерде атын жоқ. Да, она здесь сверху стояла, справа. Эретосфен. А? Эретосфен. Эретосфен. Да. Аты Да. Эретосфен. Ендеше кеттік. Ой, там. Қолымызда Айт оқын апай. I+-тың рангтары. Күйеуі. Именно осы затты ойлап тапқан. Осы кісінің айтуға кісінің атын ұмыттым мен. Давайте. Айбек. Тимур ағай. Правильно. Ой. Айбек ағай. Айбек ағай. Правильно. Осымен біздің тиініміз бізбен қоштасады. Пока, Ендеше Белка. кеттік. Пока, Белка. Бұл шайқас өз мәресіне жетті және бұл шығарылымда Шолпан оқушымыз жеңіп жатыр. Шолпан, енді өзіңнің тілегіңді Жанель ханымға айтсаң, қандай желание? Сізге үлкен рахмет айтамын. Ойын өте қызықты өтті, өте тартысты өтті. TikTok шайқасы болғандықтан бірге кринж TikTok түсірейік. бұл Қайырбек қой. Қайырбек? Қайырбек. Тұр Қайырбек, бар үйіне барып жат. Қайырбек, тұр үйіне барып жат. Бармайсың ба? Бармайсың ба? Сонымен біздің батыл өз мәресіне жетті. Бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.